Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын құймақтың рецептімен бөлісемін. Биік болып көтеріледі, түсіп кетпейді піскен соң. Таңғы асқа керемет келеді. Ал жасап көрейік, өте оңай. 300 мл айранға жарты шай қасық сода қосып араластырамыз. Оған 1,5 қасық қант салып араластырамыз. 1 шымшым тұз. Одан кейін ең соңғы ингредиентіміз ұн 1,5 стакан. Стаканым 200 мл. Араластырамыз жақсылап. Осындай қою болып шығу керек қамырымыз. Яғни бар құпиясы сода. Яғни қоюлау болу керек осындай. Енді ысып тұрған табаға аздап сұйық май құйып, 1 ас қасықтан салып пісіріп аламыз. Бұл рецептіден шамамен 15-18 штук құймақ шығады. Қызарған соң екінші жағына аударамыз. Сосын қақпағын кішкене жауып қоюға да болады. Өте тез 20 минутта дайын болады. Жасап көріңіздер.